Бүгінгі тақырып мынау 19 ғасырдағы Үндістан. Жалпы еуропалықтардың Үндістанды отарлауға келетін болсақ, сіздер білесіздер, Ост-Үнді компаниясы мынау өзінің Үндістанда барынша жаулау саясатын жүргізген болатын, отарлау саясатын. Міне осы 19 ғасырдың ортасында Англияның осы Ост-Үнді компаниясы Үндістанды толық дерлік отарлады. Мына картадан көріп тұрғаныңыздай, Ұлыбританияның осы кездегі отарға айландырған аймақтары, 19 ғасырдың ортасына таман бұл Үндістан жері, Жапония жері және Қытай жері. Мынау 1849 жылы Пенджаб әскері талқандалғаннан кейін Үндістанды толықтай жаулап алады. Жалпы отарлық қанау бұл үнді халқының көтерілісіне себеп болған екен. 1857-59 жылдары мынау үнді халқының көтерілісінің осы жылдары болған, көтерілістің алғы шарты қалыптасады. Бұл көтерілістің басты алғы шарты неде? Бұл Ұлыбританияның үнді халқының жүріп тұруына кедергі келтіретін кереғар отарлық саясаты, әртүрлі сылтаулар мен үнді билеушілерінің жерлерін тартып алуы, туған балаң болмаса жерің сауда компаниясына өтеді деген заң, жергілікті халықтың жиналатын салықты өз қолдарына алып компания есебіне кіргізу, 19 ғасырдан бастап ағылшындар әкелген маталар үндінің қолдан тоқыған маталарынан арзанға түсті. Жергілікті тоқымашылар табыс көзінен айырылды, қайыршылыққа ұшырады. Шаруалар өте көп салықтан ауыр жұмыстан қалжырап, ашаршылыққа дейін ұшырады. Яғни қарап отырсаңыз, міне осы себептердің бәрі, осы алғы шарттардың бәрі мынау, шарды тескен инедей көтерілістің шарп етіп басталып кетуіне түрткі болған екен. Бұл көтерілісте ерекше көзге түскен, жалпы бұл кезеңдегі үнді халқының ұлт-азаттық көтерілісінде ерекше көзге түсіп көтеріліске дем берген бенгалиялық ағартушы Рам Мохан деген кісі болған. 1772-1833 жылдар аралығында. Енді көтерілістің өзіне келетін болсақ, көтеріліс бұл солтүстік Үндістанда сипайлардың арасында басталған болатын. Сипай деп отқанымыз бұл жергілікті үнділерден құрылған әскер. Яғни мынау дәстүрлі үнді әскері болса, кімдер британдықтар, ағылшындықтар Үндістанды отарлағаннан кейін бұнда сипайлар деп аталатын жергілікті үнділерден осындай әскер құрады. Яғни екеуінің айырмашылығын көріп отырсыздар. Сипайлар әлде қайда жақсы киінген және қаруларды әлде қайда мықты, және бұл сипайлар европалық үлгідегі, европалық тәртіптегі әскери техникамен таныс болады. Бірақ дегенмен де сипайларда да таза ағылшындардың өзімен салыстырғанда теңсіздік дәрежесі орын алады. Теңсіздік орын алады. Өйткені бұл сипайлар еш уақытта офицерлік дәрежеге көтерілмейді. Әрқашанда төменгі буындағы жай ғана сипай әскерлері болып қала беретін болған. Енді осы көтеріліске түрткі болған оқиға мынау сипайлар қолданатын оқ-дәрі болған. Мына суретте көріп тұрғаныңыздай, ол заманда қолданылатын мылтыққа осындай оқ-дәрі қолданатын болған. Бұл оқ-дәріні сипайдың әскери көріп отырсыз, аузымен жыртып, неге салатын болған, сөйтіп оқтайтын болған өзінің мылтығын. Міне осы оқ-дәрі оралған қағазды жабыстыру үшін, бір-бірімен байланыстыру үшін жабыстырып, сиыр немесе шошқа майы қолданылған деген сыбыс, жалпы сол жағдай жалпы көтерілістің басталып кетуіне түрткі болған екен. Яғни сіздер білесіздер, үнділер сиыр малын қасиетті тұтады, оны еш уақытта асқа пайдаланбайды, етін жемейді, майын да қолданбайды, етінің майын. Ал
үнділіктерде сіздер білесіздер, жергілікті жаңағы діндерден бөлек мына мұсылман дінді, ислам дінінде кең тараған, ал үнділіктердің арасында осы мұсылмандар да көп болған. Олардың арасында осы сипай әскеріне кірген сипай мұсылмандар да болған. Міне шошқа майын, шошқа етін ауыздарына тілін тигізу олар үшін де харам болып есептелді. Сондықтан мына сипайлардың көтерілісінің бастауына түрткі болған негізгі оқиға осы оқ-дәрілерге шошқа майы мен сиыр майы қолданды деген жағдай болған екен. Сол ақпарат түрткі болған екен. Сол жағдай көтерілістің басталуына түрткі болған екен. Бұл сипайлар, бұл жаңалықты естіген сипайлар ашу ызаға мініп, сөйтіп көтеріліс басталып кетеді 1857 жылы. Басталған жері қазіргі Үндістанның Дели қаласы болды. Мынау неде көріп тұрғаныңыздай, картадан көріп тұрғаныңыздай, мынау ненің сипайлардың көтерілісі қамтыған аймақ, негізінен Үндістанның солтүстік бөлігі. Көтеріліс 1859 жылы, яғни 2 жылдан кейін басып жаншылған екен. Неде көріп тұрғаныңыздай, суретте көріп тұрғаныңыздай сипайларды осылайша жазалаған болатын. 2 жылдың ішінде есте сақтаңыздар, 1857-59 жылдар бұл Үндістандағы сипайлар бастаған жаңағы көтерілістің болған жылдары. Енді көтерілістің жеңілу себептеріне келетін болсақ, бұл ең бірінші себеп 1858 жылдан бастап көтеріліс партизандық сипатқа ие болды. Екі жақтың күштерінің тең болмауы, ұйымдасудың әлсіздігі, діни алауыздық, сикхалар мен гурхалар мұсылмандарға қарсы болды және ұлы моғол үкіметінің келуін қаламады. Оңтүстіктегілер көтеріліске наразы болып, Бомбей мен Мадрас әскерлері көтерілісті қолдамады. Міне осы жағдайлар көтерілістің жеңілуіне себеп болған екен. Енді көтерілістің тарихи маңызына келетін болсақ, әрине сипайлардың көтерілісі жеңіліске ұшыраса да, бұдан кейін, бұл көтерілістен кейін сипайларға кіші әскери қызметке көтерілуге рұқсат етілді. Ост-Үнді компаниясын тарату жайлы шешім қабылданды. Ұлыбритания үнділерден бидай мен күріш тасымалдайтын болды. Жалпы неден кейін, мынау көтерілістен кейін Англия үкіметі Үндістанды басқаруды вице-корольге берген болатын. Жалпы 1891 жылы Үндістандағы темір жолдың ұзындығы 27.000 шақырымға жетті. Яғни бұл Үндістанда салынған темір жолдың ұзындығының өзі 1891 жылы 27.000 шақырымға жеткен екен. 1854 жылы Калькутта қаласында алғашқы тоқыма фабрикасы пайда болды. Жалпы Үндістандағы тоқыма өнеркәсібінің ірі орталығы Бомбей қаласы болған екен. Одан кейін 19 ғасырдың екінші жартысында Үндістанда ұлт-азаттық қозғалыс тағы да өріс алып, ұлт-азаттық қозғалыстың негізгі жетекшілері либералдық топтар болған. Сөйтіп 1885 жылы алғашқы саяси партия Үнді ұлттық конгресс құрылды. Есте сақтаймыз, 1885 жылы алғашқы саяси партия Үндістандағы Үнді ұлттық конгресс құрылған екен. Бұл Үнді ұлттық конгресі екі ағымнан тұрды. Либералдық қанат және радикалдық қанатына, неден слайдтан көріп тұрғандарыңыздай. Либералдық қанат ірі буржуазия, зиялы қауымның жоғарғы тобы, ірі жер иеленушілер кірген болса, радикалдық қанатқа ұсақ буржуазия, қала қызметкерлерінің орташа топтары, ауқатты шаруалар кірген болатын. Міне осы жаңағы Үнді ұлттық конгресінің орталығы Калькутта қаласы болған екен, есте сақтаймыз. Алдарыңызда Үнді ұлттық конгресінің радикалдық бағытының жетекшісі, радикалдар тобының жетекшісі Тилак. Мына алдарыңызда тұр, Тилак, есте сақтаймыз. Бұл кісі былай деген екен: барлық европалықтарға индуизмнің дәстүрлі құндылықтарын қарама-қарсы қойып, Үндістанның ұлттық қозғалысы оны халық бұқарасы толық қолдағанда ғана жеңіске жетеді деген екен. Және де бұл мынау жаңағы
радикалдық бағытты ұстанған осы Тилак бастаған қанаттың өкілдері мынандай күрес құралдан қолданған екен. Ең басты қағиданы ұстанған екен. Свадеши және сварадж деген қағида. Бұндағы свадеши дегеніміз өз өнеркәсібіміз, сварадж дегеніміз өз билігіміз. Яғни Үндістанда өз билігін орнату үшін, үнділіктердің өз билігін орнату үшін, ағылшындардың үстемдігінен құтылу үшін біз өз өнеркәсібімізді қолдау керекпіз. Яғни шетелдіктердің, әсіресе ағылшындардың тауарларын алмай бойкот жариялау керекпіз. Міне сол кезде біз өз билігімізге қол жеткіземіз деген екен. Сөйтіп, жаңағы бұл радикалды бағыт ұстанған міне осы топтың өкілдері шетел, әсіресе ағылшын тауарларына бойкот жариялаған екен. Сөйтіп, 19 ғасырдың 80 жылдарында Үндістанда мұсылмандардың ағартушы ұйымы құрылады. Оның жетекшісі Саид Ахмед хан болады. 20 ғасырдың басында Үндістанның ұлт азаттық қозғалысының белсенді ошағы Бенгалия штаты болады. Бұны жаңағы ағылшындықтар Бенгалияны екіге бөліп тастайды. Батыс Бенгалия және шығыс Бенгалия деп. Шығыс Бенгалия мұсылмандардан тұрса, батыс Бенгалия негізінде үнділіктер басым тұратын аудан болған. Міне бұлардың ұлт азаттық күресін басу үшін ағылшындар осы Бенгалияның екі бөлігін бір-біріне қарсы айдап салып отырған, яғни діни араздықты пайдаланған екен. 1905-1908 жылдары Үндістанды қамтыған ұлт азаттық үлкен қозғалыс болады. Сөйтіп, 1906 жылы мұсылмандардың ұйымы, мұсылмандар лигасы пайда болады. Үнділердің ұйымы Хинду Махасабха құрылады. Сөйтіп, 1911 жылы Бенгалияны бөлу заңы күшін жояды. Үндістанның астанасы Калькуттадан Дели қаласына көшіріледі. Яғни 19 ғасырдағы және 20 ғасырдың басындағы Үндістан тарихы осылайша болған екен.